Сәлем достар, бүгінгі видеомызда біз иттердің кішкентай балаларды құтқаратыны туралы көрсететін боламыз. Видео ұнаса каналға лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Иттердің көбісі тек қана қорғаныс ретінде ғана емес, өзінен кішкентай балаларды құтқармақ болып көптеген қаһармандық іс-әрекеттер жасайды. Солардың бірі Найт кішкентай баланы суға батып бара жатыр деп ойлап, оны судан алып шығарады. Иттердің көбісі өздерінен кіші балаларды жақсы көреді, олармен ойнайды және де әрдайым құтқарады. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай, ит баланың суға бармауына барғызғысы келмей жатыр. Оған себеп су терең болғандықтан бала батып кетеді деп ойлады. Бұл видеодан иттің қандай ақылды екенін көруге болады. Видеода көргендеріңіздей, иттің иесінің иті лабрадор ит адамның суға түскенін көріп, ол батып кетті деп ойлап, тездетіп көмекке бармақшы болып суға қарай секіреді. Бұл видеодан біз иттің батырлығын көруге болады. Ит өзінің иесін судан алып шығып құтқарып қалады. Видеода баланы иті кішкене судан алып шығып бара жатыр. Бұл видеоны түсіріп тұрған ата-анасы итіне қатты сенімді болған сияқты. Мына видеомыздағы мына ит өзінің иесін үлкен аюдан құтқарып қалған. Аю адамға тап берген кезде иті ерлігі мен батырлығының арқасында аюмен арпалысып иесін аюдан құтқарып қалған. Қазіргі кезде иесі ауруханада, иті ветеринариялық центрде жатыр. Біраз уақыт өткеннен кейін екеуі де жазылып, қайта бір-біріне қосылады. Итінің қаһармандығының арқасында иесі аюдан құтқарылып қалады. Мына ит өзінің хозяйынының баласын судан құтқарып қалады. Тұншығудан құтқарып қалады. Ол суда малтау білмегендіктен, суда тұншығып бара жатқанда иті оны сезіп малтап барып баланы құтқарып қалады. Көптеген дүкендерді ұрылар мылтықпен кеп қорқытып ұрлап кетеді. Ал мына иті бар дүкенді ешкім тонай алмайды деп ойлаймыз. Себебі ұры мылтығымен кіріп, ақша бер деп талап етіп жатқан кезде, осы дүкеннен иті кеп, ұрыны талап қуып шығады. Солай магазинін аман алып қалады. Иттер адамның ең жақын досы.